Жаңа Бақара сүресіндегіде сабырларда сүйіншіле деді. Ол кім сабыршыл сабырлар? Сабырлар деген кім ол деп сұрайтын болсақ, әлдазина иза асабатхум мусиба, қашан олардың бастарына Алла тағаланың сынағымен бір ауырлық түсіп қалса, бір қиыншылық келіп қалса, қолу, олардың аузынан тек мынандай сөз шығады дейді. Инна лиллах, расымен де біз Алланыкіміз. Ва инна илейхи раджиун, сондай-ақ біз сол Аллаға қарай қайтамыз. Біз жоғалтқан нәрсе жоқ. Күллісі Алланың қалауы болып отыр. Берді, алды. Қалаған кезінде алады, қалаған кезінде береді. Біз осыған разымыз Алла тағаланың тағдырына. Көрдіңіз ғой. Сонда Алла тағала айтады: "Улайика, міне осындай құлдарым, алейхим салаватун мин раббихим, Раббыларынан салауат болады дейді бұларға. Ва рахма, және рахым болады дейді." Сосын нәрсені қосады. Ва улайика хумул мухтадун. Тура жолдағылар осылар ғой дейді негізі. Яғни сабырлық жоқ жерде әрбір ісіміз тура емес, құрметті жамағат. Сабырлық жоқ жерде қате, нақты қате ол. Мәмілің де қате, сөзің де қате, күліс қате. Қашан сабырлық болса, ризамын десе, онда олар тура жолдағылар осылар дейді.